Сәлем достар, бүгін сіздермен жасалуы тез әрі оңай дайындалатын және де қамыры өте жұқа болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде балаларыңызға дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз. Електен өткізу өте маңызды. Содан соң ұнымызға жылы суымызды қосамыз. Содан соң тұз, қант және құрғақ ашытқы саламыз. Сонда сұйық майымызды құйып, барлығын араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өткен соң қамырымызды 2-ге бөліп, тағы да жарты сағатқа демалдырамыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін видеодағыдай ортасына қасық қойып қоюға болады. Енді соусын жасаймыз. Мен үйдегі көкөніс соусына майонез қосып дайындадым. Қамырымыздың біреуін алып, пергамент қағазына қолмен жайып шығамыз. Содан соң үстіне соусымызды жағамыз. Пиццаның салмасына мен колбаса, қызанақ және де зәйтүн салдым. Бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Содан соң 200 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минутта пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған сымбат. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.